Сәлем достар, бүгінгі тақырып пропорция және осы тақырыптағы B тобындағы есептерді талдаймыз. Егер А-ның B-ға қатынасы С-ның D-ға қатынасына тең болса, бұл теңдік пропорция деп аталады екен. Пропорцияның шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең болады. 80-ші есептен бастайық. Төртінші санды тауып, тура пропорция құрыңдар дейді. Бірінші 8, 3, 24 саны берілген, төртінші санды табу керек. Ол үшін біз мынадай қатынас аламыз. 3-тің 8-ге қатынасы тең x-тің 24-ге қатынасы. Енді пропорцияның қасиеті бойынша шеткі мүшелерін ортаңғы мүшелеріне көбейтеміз. Сонда 8-ді x-ға көбейтеміз, 8x болады. Тең 3-ті 24-ге көбейтеміз. 24 көбейту 3 деп жазамыз. 8x тең болады, 24-ті 3-ге көбейтетін болсақ 72 болады. X-ті табу үшін 72-ні 8-ге бөлеміз. Сонда 9-ға тең. Яғни төртінші сан 9 екен. Келесі екінші есеп. 130-48 саны және төртінші санды тап. 100-дің 30-ға қатынасы тең x-тің 48-ге қатынасы деп аламыз. Пропорцияның қасиеті бойынша 30-ды x-ға көбейтеміз. 30x тең болады, 100-ді 48-ге көбейтеміз. 4800. X-ті табу үшін 4800-ді 30-ға бөлеміз. Сол кезде 160 шығады екен. Үшінші есеп. 28-дің 7-ге қатынасы тең x-тің 9-ға қатынасы деп аламыз. 7-ні x-ға көбейтеміз, 7x болады, тең 28-ді 9-ға көбейтеміз, 252 болады. X-ті табу үшін 252-ні 7-ге бөлеміз. Сонда 36-ға тең болады екен. Келесі төртінші есеп. 4,2-ның 2,4-ге қатынасы тең 3,5-дің x-ға қатынасы. 4,2-ні x-ға көбейтеміз, 4,2x болады, тең 3,5-ті 2,4-ге көбейтеміз, 8,4 болады. X-ті табу үшін 8,4-ті осы 4,2-ге бөлеміз. Сол кезде 2 шығады екен. Келесі 81-ші есеп. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңдар дейді. Біз мынадай пропорция түрінде жазып аламыз, яғни x-тің 9-дан 8-ге қатынасы тең 3-тің 4-ге қатынасы. Сол кезде бірінші x-і барды көбейтеміз. X-ті 4-ге көбейтеміз. 4x болады, тең 9-дан 8-ді 3-ге көбейтеміз. 4x тең 9 бен 3-ті 3-ге қысқартып тастаймыз. 3-ті 3-ге бөлсең 1, 9-ды 3-ге бөлсең 3. Сонда бізде мына жақта 3-тен 8 деген бөлшек шығады екен. Енді осы жерден x-ті табу үшін 3-тен 8-ді 4-ге бөлуіміз керек. 3-тен 8 бөлу 4. Бұл бөлу кезінде бірінші бөлшектің өзі көбейтілген екіншісінің керісі жазылу керек, я? Сол бойынша жазайық. Сонда x-тан 3-тен 8 көбейтілген 4-тің кері саны 4-тен 1. Көбейтеміз 4-тен 1-ге. Сол кезде 8 бен 4 4-ге қысқарады. 4-ті 4-ге бөлсек 1, 8-ді 4-ге бөлсек 2. Енді алымындағы сандарды көбейтіп алымына жазамыз, бөліміндегі сандарды көбейтіп бөліміне жазамыз. Бізде алымында 2 көбейтілген 1 тұр, ол 2 болады, я? Бөлімінде 3 көбейтілген 1 қалды, 3 болады. Сонда x-іміз 3-тен 2-ге тең болады екен. Келесі екінші есепті мынадай пропорция түрінде жазайық. X-тің 2,8-ге қатынасы тең 5-тің 7-ге қатынасы. 7-ні x-ға көбейтеміз, 7x болады. 2,8-ді 5-ге көбейтеміз, 14 болады. Енді x-ті табу үшін 14-ті осы 7-ге бөлеміз. Сонда x тең 2-ге болады екен. Үшінші есеп. 12-ның 7-ге қатынасы тең 9-ның x-ға қатынасы. 12-ні x-ға көбейтеміз, 12x тең 7-ні 9-ға бөлсек 63. X-ті табу үшін 63-ті 12-ге бөлеміз, сол кезде 5,12-ден 3 шығады. Енді 12-ден 3 бізде 3-ге қысқарады, алымында бөлімде 3-ге қысқартып тастаймыз. Сонда бізде x тең 5,4-тен 1 шығады екен. Төртінші есеп. 6,5-тің 5,2-ге қатынасы тең x-тің 8-ге қатынасына. 5,2-ні x-ға көбейтеміз, 5,2x болады, тең 6,5-ті 8-ге көбейтсек 52 болады екен. X-ті табу үшін осы 52-ні 5,2-ге бөлеміз. Сол кезде 10 шығады екен. Бесінші есебі. 4,5-тің 3,6-ға қатынасы тең x-тің 4-ге қатынасы. 3,6-ны x-ға көбейтіп жазамыз, 3,6x болады, тең 4,5-ті 4-ге көбейтеміз. Сонда шыққан санды 3,6-ға бөлетін болсақ 5 шығады екен. Келесі 6-шы есеп. 15-тің 4-ге қатынасы тең x-тің 1,3-тен 1-ге қатынасы. 4-ті x-ға көбейтсек 4x тең
15-ті 1/3-тен 1-ге көбейтеміз. 15 көбейтілген 1/3-тен 1-ді бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Сонда 3-тен 4 болады, иә. Енді осы жерде 3 пен 15-ті 3-ке қысқарта саламыз. 3-ті 3-ке бөлсек 1, 15-ті 3-ке бөлсек 5. Сонда қалған жазамыз 4х тең 5 көбейтілген 4 20, 20-ны 1-ге бөлетін болсақ 20 шығады. Сонда 4х тең 20 болады екен. Х-ті табу үшін 20-ны 4-ке бөлеміз. 5 саны шығады. Келесі 82-ші есеп. Пропорция түрінде жазыңдар дейді. Бірінші 3 көбейту 8 тең 4 көбейту 6. Бізде бір пропорциядан 8 түрлі жаңа пропорция құрып жазуымызға болады, иә. Мысалы, біріншісінен 4 мысал келтірейін. 3-тің 6-ға қатынасы тең 4-тің 8-ге қатынасы. Бізде пропорция болу үшін шеткі мүшелерін ортаңғы мүшелеріне көбейтсек, тең екеуі бір-біріне тең болуы керек, иә. Соны тексеріп көрейік. 6-ны 4-ке көбейтсек 24, 8-ді 3-ке көбейтсек 24. 24 тең 24, яғни бұл пропорция болып тұр, иә. Дәл солай 8-дің 4-ке қатынасы тең 6-ның 3-ке қатынасы. 8-дің 6-ға қатынасы тең 4-тің 3-ке қатынасы деген пропорция құруға болады. Тағы да 3-тің 4-ке қатынасы тең 6-ның 8-ге қатынасын сияқты пропорцияларды құруға болады екен. Келесі екіншісінде 9-ның 12-ке қатынасы тең 3-тің 4-ке қатынасы деген пропорцияны алсақ та болады. Үшіншісі 10-ның 15-ке қатынасы тең 6-ның 9-ға қатынасына. Төртінші 20-ның 35-ке қатынасы тең 8-ның 14-ке қатынасына. Бесіншісінде 8-дің 16-ға қатынасы тең 5-ның 10-ға қатынасы. Яғни бұларды біз қысқартатын болсақ, тең бөлшектерді аламыз. Яғни 16-тан 8-ді 8-ге қысқартсақ, алымында бөлімінде 2-ден 1 шығады. 10-нан 5-ті алымында бөлімінде 5-ке қысқартатын болсақ, 2-ден 1 шығады. Яғни 2-ден 1 тең 2-ден 1-ге, иә. Яғни пропорция болып тұр. Алтыншысы 4-тен 2 тең 6-тан 3. 83-ші есеп. Х-ті табыңдар дейді. Бірінші 6-тан 5 тең 3-тен 2х деген пропорция берілген екен. Пропорцияның қасиеттері бойынша шеткі мүшелерін ортаңғы мүшелеріне көбейтіп теңестіреміз. Сонда 6-ны 2х-қа көбейтеміз. 6 көбейту 2х тең 5-ті 3-ке көбейтіп жазамыз. 6-ны 2х-қа көбейтсек 12х шығады, тең 5-ті 3-ке көбейтсек 15 шығады. Х-ті табу үшін 15-ті 12-ке бөлеміз. Сонда 15-тің 12-ке қатынасы деген бөлшек шығады. Қысқартамыз, алымында бөлімінде 3-ке бөліп тастаймыз, сонда х тең 5-тің 4-ке қатынасы болады. Бұл дегеніміз 1/4-тен 1 деген сөз. Екінші есеп 4-тің 9-ға қатынасы тең 8х-тің 45-ке қатынасы. 9-ды 8х-қа көбейтетін болсақ 7х шығады, 4-ті 45-ке көбейтсек 180 шығады. Енді х-ті табу үшін 180-ді 72-ке бөле саламыз, сонда 2,5 шығады екен. Үшінші есеп 5х-тің 12-ге қатынасы тең 2-ның 3-ке қатынасына. 5х-ті 3-ке көбейтсек 15х, тең 12-ні 2-ке көбейтсек 24. Х-ті табу үшін 24-ті 15-ке бөлеміз, сонда 1,6 шығады екен. Төртінші есеп 6-ның 7-ге қатынасы тең 10х-тің 21-ге қатынасы. 7-ні 10х-қа көбейтеміз 70х, тең болады 6-ны 21-ге көбейтеміз 126. Х-ті табу үшін 126-ны 70-ке бөле саламыз, сонда 1,8 шығады екен. Келесі 5-ші есебі 8-дің 9-ға қатынасы тең болады 4х-тің 27-ге қатынасы. 4х-ті 9-ға көбейтсек 36х болады. 8-ді 27-ге көбейтсек 216 болады. 216-ны 36-ға бөлсек х-ті табамыз, яғни х тең 6-ға болады екен. 6-шы есеп 27-ның 5х-ға қатынасы тең 9-ның 16-ға қатынасына. Сонда 5х-ті 9-ға көбейтсек 45х болады, 27-ні 16-ға бөлсек 432 болады. Х-ті табу үшін 432-ні 45-ке бөлеміз, 9,16-ға тең болады екен. Арғай 84-ші есеп. Ұзындығы 3,5 метр темір білеушенің массасы 8,4-3 килограмм. Осы білеушеден 2 метрді қиып алғанда қалған бөлігі неше килограмм болады дейді. 3,2-ден 2 метрді қиып алып тастаймыз, сол кезде 1,5 қалады, иә. Яғни 3,5-ті 8,4-ден 3 деп алатын болсақ, 1,5-ті біз 2 килограмм деп аламыз. Пропорция бойынша көбейтеміз, 3,5-ті х-ға көбейтеміз, 3,5 х болады, тең 1,5-ті 8,4-ден 3-ке көбейтеміз. 4-ден 3 дегеніміз ол 0,175 қой,
сонда бізде 8,175 шығады, иә, ондық бөлшек айналдырғанда. Соны 1,5-ге көбейтеміз. 3,5x тең көбейтетін болсақ 13,125 шығады екен. X-ті табу үшін 13,125-ті 3,5-ге бөлеміз. Сол кезде 3,175 шығады екен. Келесі 85-ші есеп. Тракторшы жыртуға тиісті жердің 76%-ін жыртқанда 6 гектар жер жыртылмай қалды. Тракторшы барлығы неше гектар жер жыртуға тиіс еді? Яғни 76%-ын жыртқан кезде 100%-дан 76% алып тастаймыз, 24% қалады екен. Яғни 24% осы 6 гектарға теңестіріп аламыз. Ал бізге барлығы неше гектар дейді. Яғни 100%-ды біз x деп аламыз. Сонда 24-ті x-ға көбейтеміз, 24x болады, тең 100-ді 6-ға көбейтеміз, 600 болады. X-ті табу үшін 600-ді 24-ге бөліп тастаймыз, 25 болады екен. Келесі 8 адамнан құралған балықшылар бірлестігі 518,4 центнер балық аулап, белгіленген жоспарды 160%-ке орындады. Бірлестіктің әрбір мүшесі жоспардан артық неше центнер балық аулады? 518,4-ті 160% деп аламыз, ал 100%-ды x деп аламыз. Пайыздың астына пайыз жазуларымыз қажет. Енді пропорция бойынша көбейтеміз, x-ті 160-ға көбейтеміз, 160x тең болады. 518,4-ті 100-ге көбейтсек 51,840 шығады. X-ті табу үшін 51,840-ті 160-ға бөлеміз, сонда 324 шығады екен. Енді 518,4-тен осы 324-ті азайтсақ 194,4 шығады. Яғни осы 194,4-ті 8-ге бөлеміз, сол кезде 24,3 шығады. Яғни бірлестіктің әрбір мүшесі 24,3 центнер жоспардан артық балық аулаған екен. Енді мынада есеп. 5 монетаның біреуі жалған, қалғандары массалары бірдей шын монеталар. Жалған монета шын монетадан жеңіл. Кіртасы жоқ рычагты таразымен ең көп дегенде 2 рет өлшеп, жалған монетаны қалай табуға болады? Яғни мынадай 5 түрлі монета берілген. Оның біреуін алсақ, қалған 4-еуін 2-2-ден таразыға орналастырамыз. Егерде біз жалған монетаны алатын болсақ, онда екі жағы да тең болады, таразы бірдей болады. Ал егер біз жалған емес басқа бір монетаны алатын болсақ, онда мына жерде бір жалған монета бар деген сөз ғой. Яғни ол жалған монета бізде жеңіл болады. Сондықтан бір жағы жеңіл монета бар жағы, яғни жалған монетасы бар жағы жеңіл тұрады, ал шын монеталар ол ауыр болады. Сондықтан бір жағы көп тартады, бір жағы аз тартып қалады. Яғни жалған монета бар жағы жеңіл болып тұрады. Сондықтан осы жерден монетаны алып, бағана өзіміз алған монетаны қоямыз. Сол кезде біз жалған монетаны таба алады екенбіз. Келесі 88-ші есеп. X-тің мәнін табыңдар дейді. Жақша ішінде 3,1 плюс 2-ден 1 көбейтілген x тең 3,175. Яғни бірінші біз жақшаның ішіндегіні қосып аламыз. Сонда ортақ бөлімі 6 болады. 3-ке бөлсек 2-ден, 2-ке бөлсек 3-тен. 1-ді 2-ке бөлсек 2 қосылған 3, яғни алымы 5 бөлімі 6 болады. Яғни 6-тан 5 бөлшегі шығады. Көбейтілген x тең 3,175. Енді x-ті табу үшін 3,175-ті 6-тан 5-ке бөле саламыз. 3,175-ті жай бөлшек араласқан түрінде алатын болсақ, 3,4-тен 3 болады, бөлінген 6-тан 5 деп аламыз. X тең араласанды бұрыс бөлшекке айналдырамыз, сол кезде бөлімі 4 қала береді, 4-ті 3-ке көбейтіп алымындағы санға қосамыз, сонда 4-тен 15 шығады. Көбейтілген болады, 6-тан 5-тің керісін аламыз, 5-тен 6 деп. Енді арғай қысқартуларды орындаймыз. Сонда 15 пен 5 5-ке қысқарады, 5-ті 5-ке бөлсек 1, 15-ті 5-ке бөлсек 3, 4 пен 6 2-ге қысқарады, 4-ті 2-ке бөлсек 2, 6-ны 2-ке бөлсек 3. Енді қалған сандар жазамыз. Алымында 3 көбейтіп 3 қалды, 9 болады, бөлімінде 2 көбейтіп 1 қалды, 2 болады. Яғни 2-ден 9
бөлшегі шығады. Бұл бұрыс бөлшек, оны аралас санға айналдырып жүреміз, сонда 4,2-ден 1 болады екен. Келесі екінші есеп. 5-тен 3 азайтылған 0,25 көбейту x тең 4,9. Жақшаның ішіндегіні орындайтын болсақ, 3-ті 5-ге бөлсек 0,16 береді. 0,16-тан 0,25 азайтамыз, сонда 0,35 шығады. Көбейтілген жақша сыртындағы x тең 4,9. X-ті табу үшін 4,9-ды 0,35-ге бөлеміз. Сонда 14 шығады екен. Үшінші есеп. 8-ден 7 азайтылған 0,2 көбейту x тең 8,1. Жақшаның ішін бірінші орындап аламыз. Сонда 0,675 болады. Көбейтілген x тең 8,1. X-ті табу үшін 8,1-ді 0,675-ге бөлеміз. Сонда 12 болады екен. Төртінші есепте 4 азайтып 2,7-ден 3 деп тұр. Яғни біз 4-ті 3,7-ден 7 деп өрнекке аламыз. 7-ні 7-ге бөлсек 1, оған 3-ті қоссақ 4, яғни бастапқы сан шығып тұр. Азайтылған 2,7-ден 3 бүтіннен бүтін аламыз. 3-тен 2-ні алсақ 1, бөлімдер 1 деп алғандықтан бөлімі қалады да, алымындағы сандарды азайта саламыз. 7-тен 3-ті аламыз 4. Сонда 1,7-ден 4 көбейту x болады, тең 2,4-тен 5. X-ті табу үшін 2,4-тен 5-ті 1,7-ден 4-ге бөлеміз. Аралас сандарды бөлген кезде бірінші екеуінде бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Біріншісін бұрыс бөлшекке айналдырсақ 14-тен 33 шығады, көбейтілген. Екіншісі 7-тен 11 шығады. 7-тен 11-дің керісін алып көбейтеміз. Сонда 14-тен 33 көбейту 11-ден 7 болады. Арғай қысқартуларды орындайтын болсақ, x тең 2-ден 3 болады. Яғни x тең 1,15-ге тең екен.